Сәлем балалар, бізде жаңа жоба. Ерекше балалар деп аталады. Біз осы студияға еліміздегі ерекше балаларды шақырып, сұхбаттасатын боламыз. Ал енді бүгінгі менің қонағым тіпті ерекше бала. Есімің кім? Қапар Қайырхан. Қайырхан. Ал Қайырхан, сенің жасың нешеде? 8-де. 8-де, қаншасыншы сыныпта оқисың? 3-ші. 3-ші сыныпта. Ал енді Қайырханның ерекшелігіне тоқталайық. Қайырхан бүкіл елдің астаналарын жатқа біледі. Ал ендеше балалар, дайын болсаңдар, біз қазір Қайырханды сынап көреміз. Сонымен бірінші Еуропадан бастайық. Дайынбыз ғой? Нидерландының астанасы. Амстердам. Греция, Грекияның астанасы. Афина. Германияның астанасы. Берлин. Словакияның астанасы. Братислава. Румыния. Бухарест. Мальта. Валетта. Польша. Варшава. Австрия. Вена. Португалия. Лиссабон. Люксембург. Люксембург. Белоруссияның астанасы. Белоруссияның астанасы Минск. Норвегия. Норвегия. Осло. Латвияның астанасы. Рига. Дұрыс. Эстонияның астанасы. Таллин. Финляндия. Хельсинки. Бәрекелді, көрдіңіздер ғой. Бүкіл Еуропа елдерінің астанасын жатқа айтып берді. Ал енді Азияға келейік. Біріккен Араб Әмірліктері, Эмират. Абу-Даби. Иордания. Амман. Түркия. Анкара. Таиланд. Бангкок. Бруней. Бандар Сери Бегеван. Бандар Сери Бегеван, дұрыс. Менің өзім телефоныма қарап отырмын. Бангладеш. Дакка. Индия. Нью-Дели. Восточный Тимор. Дили. Ауғанстан. Афганистан. Кабул. Малайзия. Куала-Лумпур. Шри-Ланка. Шри-Джаяварданы Пуракотте. Он баяғыда астаналар басқа сияқты еді ғой, Я Колумба, баяғыда астанасы Колумба болды. Қазір Шри-Джаяварданы Пуракотте. Өзгеріп кетті ме сонда астаналары? Вьетнам. Вьетнам. Ханой. Ханой, дұрыс. Бүкіл Азия елдерін жатқа айтып берді. Ал енді Американы сұрайық. Парагвай. Асунчион. Америка құрама штаттары. Вашингтон. Куба. Куба, Гайана. Гавана. Гватемала. Гватемала. Мексика. Мехико. Мінекей, көрдіңіздер ғой, бүкіл елдің астаналарын жатқа білетін Қайырхан қазір менің жанымда. Ал енді Қайырхан, жалпы қанша материк бар бізде, қанша құрлық бар? 6. Қандай? Евразия, Африка, Антарктида, Австралия островы, Солтүстік Америка, Оңтүстік Америка. Дұрыс. Ал енді Қайырхан, сен сонымен қатар, анаңның айтуына қарағанда, сен бүкіл елді мына картадан оңай көрсетесің, оңай табасың. Және бүкіл елдің мемлекеттік туын жатқа біледі екенсің. Оны біз алдағы бағдарламада міндетті түрде сынап көретін боламыз. Ал енді студияға келгеніңе рахмет айтамыз, алғысымызды білдіреміз. Балаларға не айтар едің? Мүмкін сабақты жақсы оқыр деп айтатын шығарсың. Сабақты жақсы оқыңдар. Жақсы, бүгін біздің студиямызда болған бүкіл елдің астаналарын жатқа білетін Қайырхан, келесі кездескенше сау болыңдар. Және де өшеді айта кетейік, егер сіздің балаңыз ерекше болса, бізге міндетті түрде хабарласыңыздар. Ендеше Қайырхан, балалармен қоштаспаймыз ба? Бірге, кеттік ендеше. Сау болыңыздар балалар. Келесі кездескенше.